Сәлем достар, мен бүгін Алатау ауданындағы кітапханасына келдім. Бұл жерде қатты сөйлеуге болмайды, себебі жан-жағымызда адамдар кітап оқып отыр. Бұл жерге келген себебім оқуға құштар мектеп жобасы аясындағы Ахмет Байтұрсынов атамыздың 40 мысалын таңдаған болатынмын. Ахмет атамыздың былтыр ғана 150 жылын тойлаған болатынбыз. Ахмет атамыздың 40 мысалы, елшілік ұрандары, революциялық рухтағы ең алғашқы сөздері жазылған болатын. Ондай болсам, Ахмет атамыздың бір шығармасын қысқаша мазмұндап берейін. Шымшық пен көгершін. Бір күні бір шымшық бір ажал айдап салды ма, бір торға түсіп қалады екен. Көзінен жас ағып, мөлдірейді көзі. Жанына бір көгершін келеді. Оны табалайды. Сен қалай тапа-тал түсте торға түсіп қаласың? Көзің соқыр ма? дейді. Сол кезде мені біреу айдап салса, онда мен мүлдем түспес едім торға дейді. Мені ешкім сондықтан алдай алмайды дейді. Деп, одан да кет, қол ұшын берейін дейді. Сосын екеуі қол ұштасайын деп жатқанда, жаңағы көгершін өзі де санағы торға түсіп қалады екен. Сосын шымшық айтады: көгершін, жаңа ғана өзіңді мақтап жатыр едің ғой, қайда кетті сол дейді. Сол кезінде күлме досқа келер басқа дейді шымшық. Достар, Ахмет атамыздың негізгі ойы, достарын бір жағдайға төнгенде қол ұшын беруге тырысыңдар. Сондықтан бос уақыттарыңды өткізбей, кітапханаға келіп, бір кітапты алып кеңес беремін.